Hi everyone, how are you? Mr. Armat is here. Today we're going to talk about future simple tense. Ya достар, өткен сабақта біз present simple tense деп өткен болсақ, бүгін біз future simple tense жөнінде сөз қозғайтын боламыз. Future simple tense дегеніміз не? Ең бірінші future simple бұл болашақ, яғни келер шақ. Орыс тілінде буду, будешь, будем, будете дегеннің барлығын осы future simple арқылы жасаймыз. Қазақ тілінде ауыспалы келер шақ немесе ауыспалы осы шақ деп те айтады. Формуласы біз ең бірінші оны will мен жасайтын боламыз. Яғни subject plus will plus verb. Жай ғана осы. Бір айта кететін жайт, present simple дағыдай бұл жерде s немесе does немесе do дегендер қосылмайды. Жай ғана мен болашақта жұмыс істеймін немесе я буду работать. Ол жай ғана I will work. Сен болашақта футбол ойнайсың. You will play football. Біз болашақта жүгіреміз. We will run. Олар болашақта келеді, немесе они придет, немесе они будут приходить деген сияқты. They will come. Ол бала болашақта кітап оқиды. He will read. Ол қыз болашақта тамақ пісіреді. She will cook. Cook dinner, например. Ал мынау болашақта ойнайды, немесе секіреді. It will jump. Әр шақтың өзіне тән time marker, яғни қолданылу уақыттар бар. Ал future simple'дың қолданылу уақыты біз ең бірінші in қолданамыз. Яғни I will work in 2 hours. Бұл жерде in кейін деп аударсақ болады, 2 сағаттан кейін. Мен болашақта жұмыс істеймін, 2 сағаттан кейін. Немесе мен жұмыс істеймін, 2 сағаттан кейін деп аударсақ болады. Немесе tomorrow немесе next дегендерді қолдансақ болады. Яғни I will work next Sunday. Немесе she will cook pizza tomorrow. Немесе he will read in 2 days деген сияқты сөздерді қолдана аламыз. Позитивті түсінген болсаңыздар, келесі негатив формға көшейік. Мысалға present simple'да мен жұмыс істемеймін дегенді I do not work. Немесе ол қыз тамақ пісірмейді дегенді she does not, немесе she doesn't cook деп алдық, я? Бұл бізде present. Ал future simpleға көшетін болсақ, онда жай ғана осы do-ның немесе does-дың орнына біз жаңа will қоямыз. Мен болашақта жұмыс істемеймін. I will not work. Сосын іс-әрекеттің қашан болатынын қосамыз. Tomorrow, немесе next Saturday, немесе in деген сияқты. Сен болашақта келмейсің. You will not come. Do not'ты қысқартамыз, don't, ал does not'ты doesn't деп қысқартамыз, я? Ал will not'ты да қысқартуға болады. Оны қысқартатын болсақ, мысалға біз футбол ойнамаймыз. We won't. Қайталап айтам, бұл won't емес, бұл won't. We won't play football. Немесе we won't play. Ағылшын тілінде won't деген етістік бар. Осы екеуін қалай айырамыз? Оны айыру үшін ағылшын тілінде екі етістік қатар келетін болса, міндетті түрде ортасына to қоямыз. Want to play, want to come, want to write деген сияқты. Ал мына жерде to болмайды. Жай ғана won't, произношениенің өзі де басқаша, we won't play деген сияқты. Олар болашақта кітап оқымайды. They won't read a book. Ол бала болашақта машина сатып алмайды. He will not, немесе he won't buy a car. Естеріңіз айтқандай, етістік әрқашан зат есімнің алдында жүреді. Ол қыз болашақта сабақ оқымайды. She won't
study. Қайталап айтам, бұл won't емес, won't. Болымсыз түрін түсінген болсақ, олай болса сұраққа көшейік. Present simple кезінде сұрақ қоятын болсақ, біз әрине do мен қоямыз. Яғни, do you work? Немесе, does he play? Ал future simpleға осыны айналдыратын болсақ, жай ғана do-дің орнына, немесе does-дің орнына will қоямыз. Болашақта сен жұмыс істейсің бе деген кезде will you work? Одан кейін біз өзінің time markerін қосатын боламыз. Will you work tomorrow? Will you work today in the evening? Немесе will you work next Friday? Деген сияқты кете беретін болады. Дәл сол сияқты you, we, they болса да will қала береді. Ал he, does he play-дің орнына дәл сол күйі will he play football? Will he play football tomorrow? Will he play football next week? Деген сияқты қоса беретін боламыз. Ал енді special question мен қоятын болсақ, яғни where, немесе when, why, what, how сияқты осы 5 special question'ды аламыз әдеттегідей. Одан кейін міндетті түрде will қоясам. Do мен does-ның орнына осы жерде will қосамыз. Will болса you, we, they, he, she, it-ті қосып, ең соңына verb, яғни етістік қосамыз. Сол кезде где ты будешь жить дейтін болса, where will you live? Немесе қашан олар келеді? Яғни біз бұл жерде болашақты сұрап тұрық. When will they come? Болашақты сұрап тұрық. Неге ол бала ағылшын тілін үйренеді болашақта? Why will he learn English? Нені ол қыз заказ береді? What will she order? Қалай ол бала жұмыс жасайды болашақта? How will he work? Достар, өздеріңіз білетіндей, what-тың екі түрі бар. Біріншісі, what will you eat? What will you eat? Яғни, сен болашақта не жейсің? Немесе, нені сен жейсің болашақта? What-тың екінші түрі, ол бізде қандай? What-ты қандай ету үшін what-ты жазамыз, одан кейін оның қасына міндетті түрде бір зат қосамыз, зат есім. Яғни, what book? What book қандай кітап деген шығады сол кезде. Мына жерге қасына міндетті түрде зат есім қосамыз. What book will you read? What book will you read? Немесе what car will she drive? Қандай машинаны ол қыз айдайды болашақта? What-ты қандай ету үшін қайталап айтамын, оның қасына міндетті түрде бір зат қосатын боламыз. Сол сияқты екінші түрі ол бізде which, қай. What бізде қандай деп аударылса, ал which ол қай деп аударамыз. Қай тамақты ол қыз, қай тамақты ол бала заказ береді. Which food will he заказ беру, ол бізде order. Which food will he order? Ол бізде, егер вариант көп болатын болса, біз which формасын қолданатын боламыз. Немесе which student will she invite? Қай студентті ол қыз шақырады? Достар, бүгін біз future simple tense талқылап шықтық.